Сол анториум гүлі күтімді қатты талап етпейді бұл да. Әрі аптасына бір мәрте суарып қойған болмаса, осындай фитильный горшок жіп арқылы өзінің арнайы тетігі бар, мына жерден су құятын. Осындай горшокқа қойып қойсаңыздар болады. Өзінің астында су тұрады, көрініп тұрған шығар, астында су құйып тұрасыз, үстіне мүлде су құймайсыз. Ол ұзақ сапарға кететін, 2-3 күнге гүлдерді қараусыз тастап кеткен адамдарға өте ыңғайлы. Міне фитильный горшокта тұра береді. Мынаны су толтырып қойсаңыз, өз керегінше мына жіп арқылы өзіне керек суларын алып тұрады. Осы драцина туралы да айтқым келіп тұр. Бұл да тал секілді үлкен болып өсетін гүлдердің түрі. Жалпы декоративный гүл болып есептеледі. Осындай бұның 2 түрі болады. Негізі жасыл болып келген, и мынандай қызыл-жасыл аралас жапырақты болып өсетін түрі бар. Және де әйгілі ана жүрегі осындай қызыл гүлді болып, және де сары гүл ашатын болып өсетін гүлдің түрі. Былай қарасаңыз, бұдақтары ананастікіне келеді. Жалпы пішінінде сол гүлге ұқсас, ананасқа ұқсас болып гүлі өседі. Бұның гүлі 6 немесе 9 ай ашып тұрады. Басқа гүлдер секілді бұл да қатты күн сәулесін жақтырмайды. Мына ана жүрегі гүлінің бізде мынандай 2 түрі болады. Біреуіне ақ қызыл дақ түскен. Бәрі сол пішінді, және де үлкен болып көрдіңіз. Мен бұны сол ананасқа ұқсатамын. Осылай әдемі болып жайқалып өсетін гүлдердің арасында өте әдемі ерекше көрінеді. Осындай ерекше әдемі гүліміз де бар. Бұл да үлкен декоративный гүлдердің қатарына енетін гүлдің бір түрі. Фиолетовый жапырақты болып өседі. Бұны да суаратын кезде толық горшогынан шығарып, астында бұның подложкасы бар, соңын ашып суарасыздар, үстіне су құймайсыздар. Үлкен ыдысқа су толтырып, солайынан салып қоямыз. Жалпы гүлдің барлығын солайынан суарған дұрыс. Менде үйде гүлдің түрлері өте көп. Алдағы уақытта осы каналда гүлдер жайлы өте көп ақпарат беретін боламын. Сол үшін каналға жазылып алыңыздар. Қандай гүл туралы сұрағыңыз келсе, менен сұрап алсаңыздар болады. Және де осы менімен бірге бір қалада тұратын оқырмандар болатын болса, үйге келіп таңдап алсаңыздар болады. Гүлдердің түрлері өте көп. Бізде мына гүлдің өте үлкен тал болып өсетін гүл. Мұны күтімді өте қатты талап етпейді. Ең бастысы уақытында өзінің нығайтқышын беріп қарап тұрсаңыз болғаны. Өте үлкен болып өседі. Қазір суреті бар менде. Соны салып кететін боламын. Гүлдің сәнін келтіреді ғой. Өте әдемі гүл екен. Міне қараңызшы, қандай әдемі. Гүл сүйетін қауымға осы каналға тіркеліп алуды өкінбейсіздер. Каналға тіркеліп алсаңыздар, осылайынан жоғары қарап өсетін өте әдемі, нәзік болып өсетін гүлдің түрі де бар бізде.